Мен Сатиева Диана Сәбитовна, Қарағанды облысы Шахтинск қаласынан «Үш тілек» кітабын ұсынамын. Ерте заманда ертең бақытты болуды қиялдаған Жарлыбай, Күлбек, Ақжан деген үш жігіт арман қуып жолға шығыпты. Жапан кезіп, ел аралап, бақыт іздеген олар әбден қажып, бір бұлақтың басында дем алып жатып түс көреді. Түсінде ақ киімді, ақ сақалды шал Жарлыбайға келіп: «Балам, қандай тілегің бар, айт, орындаймын» дейді. Қуанып кеткен Жарлыбай бірден шұбырта жөнеледі: «Ата, маған астыма жүйрік, сәйгүлік, үстіме сәнді киім, ішіп-жеуге дәмді ас, және...» «Жоқ, пенде, тек бір тілек айт», дейді ақсақал Жарлыбайдың сөзін бөліп. «Жалғыз тілегіңді ғана орындаймын. Ендеше маған бір сандық алтын беріңіз», дейді Жарлыбай бір үміт, бір күдікпен батылсыздау сөйлеп айтқанын болады, дейді қария салалы ұзын саусақтарымен сақалын сипап. «Қазір кері қайт». Үйіне жетіп, есікті ашқан кезінде төр алдында бір сандық тұрады. Сұрағынан соның ішінде жатыр. Орнынан атып тұрған Жарлыбай бұл сөзді біреу-міреу естіп қоймады ма екен деп жан-жағына алап-жұлақ қарайды. Бірақ айналада ешкім жоқ еді. Екі жолдасы пырылдап ұйықтап жатса, Жарлыбай тез жиналып қасындағы серіктерімен қоштаспастан ауылына қарай жөнеп береді. Ақ шапанды шал енді Күлбектің түсіне кіреді. «Балам, сенің қандай тілегің бар, айт, орындаймын» дейді ол. «Ата, менің кең сарайым, қол қусырған қызметкерлерім жоқ, пенде, тек бір тілек айт», дейді ақсақал Күлбектің сөзін бөліп. «Жалғыз тілегіңді ғана орындаймын». Олай болса, мені бір елге хан етіңіз», дейді Күлбек, күдік аралас сенімсіздеу тіл қатып. «Айтқаның болсын», дейді қария салалы саусақтарымен сақалын сипап. «Қазір күннің батысына қарай жолға шық. Алдынан ну орман, содан соң биік тау, содан кейін бір елді мекен кездесер. Міне сен сол жерге тұрақта, әлгі тілегің де сол арада орындалады». Орнынан ұшып тұрған Күлбек жан-жағына алақ-жұлақ қарайды. Бір жолдасы пысылдап ұйықтап жатыр, екіншісі орнында жоқ екен. Бірақ оған бас қатырып жатуға ұйықтап қайда? Күлбек ұйқыдағы серігін оятпастан асығыс жиналып, батысқа қарай адымдай жөнеледі. Ақ сақалды шал енді Ақжанның түсіне енеді. «Қарағым, сенің нендей тілегің бар, айта ғой, орындаймын», дейді ол. «Ата, менің бір ғана тілегім бар», дейді Ақжан қарт кісінің алдына басын иіп. «Маған ақыл, тек ақыл бере көріңіз». «Айтқаның болсы, балам», дейді қария салалы саусақтарымен сақалын тарамай сипап. «Қазір күннің шығысына қарай жолға шық. Алдынан ұшы-қиыры жоқ құмды дала кездесер. Сол шөлейттің азабына төзіп, қиындықты жеңе білсең, таудай толқындары жағаға ұрған дарияға тап боларсың. Дарияның қасында үлкен шаһар бар. Міне сен сол жерге тұрақта, тілегің де сонда орындалады». «Рахмет, баба, бұл жақсылығыңызды еш уақытта ұмытпаспын», дейді Ақжан екі көзі ұшқын атып. «Жолың болсын, балам, сау болыңыз, ата». Қариямен жылы қоштасып, көзін ашқан Ақжан айналасында қараса, ешкім жоқ. Ештеңенің байыбына жете алмаған ол арлы-берлі шапқылап серіктерін іздейді. Бірақ сол маңда қанша шарлағымен екі жолдасын таба алмайды. Лажы таусылған Ақжан амалсыз жолға шығады. Алқиса, бұл кезде бойын бір үміт, бір күдік білген Жарлыбай жеделдете басып ауылына қарай безіп бара жатқанда, «Арагүдік япыр-ау, түс, түлкінің
дегендей осы мен бостан-босқа әуре болмасам жар еді деп пайымдағымен де көз алдында бір сандық алтынды елестеткен кезде қайтадан тәтті қиялға елтіп алға қарай ентелей түседі. Содан не керек? Күн-түн жүріп отырып, Жарлыбай үйіне де жетеді. Есікті ашып қалса, дәл төрде үлкен сандық тұр. Жүрегі аттай тулап, қасына жақындаған ол қолдары дірілдеп, кебеженің қақпағын әрең ашты. Ах! Жарқ-жұрқ етіп көзге шағылысқан үйме төбе алтынды көрген кезде Жарлыбайдың есі шығып, сандықты құшақтай құлай кетеді. Япыр-ау, шынымен-ақ мына мол байлықтың енді иесі мен. Бұл деген менің бүкіл өміріме, жоқ, менің баламның баласына өміріне жетеді ғой, деп тәтті қиялға елтіген ол бір кезде орнынан ұшып тұрып, «О, мен баймын, мен ең бай адаммын», деп есерқоқтан айқай салды. Қос жұдырығымен кеудесін соққылап, екі көзі ежірейіп шыға келді. Бұл күнді бір орнында байыз таппай далаға кіріп шығумен өткерген Жарлыбай ертеңнен алдында не істеу керек жөнінде досымен кеңескенде жөн көреді. Әңгімені аузы ашылып тыңдаған сырласы: «Ойбай, бұл Құдайы берген сыйы ғой, сондықтан сыйға сый, дегендей сен де көрші қолданды жақсылап бір күтіп жібер», деп ақыл қосады. Артық шығынға аса зауқы соқпағанмен досының сөзін жерге тастағысы келмеген Жарлыбай ертеңнен алынып жинап үлкен той жасайды. Ішіп-жеп мол болады. Шара-шара қымызға әбден қызып алған жұрт той иесінің аяқ-қолын жерге тигізбей мақтауға кіріседі. Олардың сөзін тыңдаса, бұл аймақта Жарлыбайдан асқан жомарт жан жоқ. Жарлыбай мырза, Жарлыбайға кең пейілді. Құлаш-құлаш мадақтауға көңілі түсіп, бөркі қазандай болған Жарлыбай желдей есіп, шашап сатқан тойыны тағы 7 күнге созатынын әйгілейді. Бұған жұрт мәрсе-сәрсе қуанады. Емін-еркін ішіп-жеу деп, міне осыны айт. Ел үшін күн, 3 түн алаңсыз думандатумен болады. Тек 4-ші күні барып көптің ішінен: «Апыр-ау, бұл мұнша ақшаны қайдан алып жатыр?» деген сыпсан сөз шығады. Сумаңдаған қызыл көз пәлі тайлардың сілекейін шұбартып әбірге түсіреді. Содан ұры іттей тіміскіленген 3 қарақшы ақыры байлықтың көзін біліп қойып, сол түнде сандықтарды алып алтынымен қоса ұрлап әкетеді. Бар байлығын айырылған Жарлыбай еңіргенде ертегі жасқа толып, жер сипаған күйі зарлап қала береді. Бұл кезде күннің батысын бетке ұстаған Күлбек ең алдымен Ну орманда кесіп өтіп, содан соң биік таудан асып түсіп, бір елді мекенге жеткен еді. Алқынып-жұлқынып елдің шетіне аяғы әрең ілгеннен оны қару-жарақ асынған шолғыншылар ұстап алып, дереу хан сарайына жеткізеді. Сөйтсе, ханды сол күні дүниеден өтіпті. Ал дәстүр бойынша әміріншінің өлімінің үстіне келген сырт адамды міндетті түрде хан сыйлауына тиіс екен. Осы салт бойынша Күлбек хан сыйланады. Таққа отырып үлде мен бүлдеге орынған ол енді хан сарайына кеңейтін қызметшілерінен көбейтуге кіріседі. Құрылыс 1, 2, 5, 8 айға созылып бара жатыр. Шыдамы таусылған Күлбек: «Мына жұмыстың қарқыны маған ұнамайды. Сондықтан істі тездету үшін құрылысшыларға жәрдемге әскердің тең жарымын жібереді», деп әмір берді. Сол-ақ екен, елдің тыныштығын күзетіп тұрған сарбаздар қаруларын тастап кірпіш қалауға кіріседі.
Бірақ өкінішке орай қорғаныстың әлсірегенін байқаған сыртқы жай аяқ астынан шабуылға шығып, елді басып алады. Зәулім сарай талқандалып, қызметшілеріне айырылған күлбек ботадай боздап, жат жерге құлдықта айдалып кете береді. Ал қиса бұл кезде күннің шығысына қарай бет түзген Ақжанның үш қиырлы жоқ құм даланы басып өтіп, толқындары жағаға ұрған дарияға тап болады. Дарияның қасында үлкен шаһар бар екен. Жол азабына төзіп, бар қиындықты жеңе білген Ақжан әсте түсінде аян берген жер осы болар деп сонда тұрақтап қалады. Күндерін күнде сол елдің патшасы түс көреді. Түсінде шаһардың дәл ортасындағы айдын көлге 4 аққу келіп қонса керек. Кербез сұлу құстар су бетінде емен-еркін жүзіп жүргенде кенет дауыл көтеріліп, айнала алай-түлей болады да кетеді. Түсінен қатты секем алған патша, кімде-кім түсімді дұрыс жорасы, бір сандық алтын берем, деп бүкіл елге жар салыпты. Мұны естіген барлық құмалақшы бәлкелер патшаның сарайына қарай ағылады. Бірақ олардың жорамалдары патшаның көңіліне қанбайды. Күндері үзе бастаған пашта сәугешілердің соңын ала кірген Ақжан: «О, мәртебелім, менің сөзіме құлақ салыңыз. Ең алдымен елде 4 жыл қатарынан молшылық, береке, бірлік болады. Кейінгі 4 жыл аштық, бей-беректік әкеледі», дейді әр сөзімен мән бере сөйлеп. Сондықтан жұрт алдына ала қамдастан аштықтың кесепаты соншалық ауыр бола қоймас. Ақжанның әңгімесін зердесіне тоқып отырған патша: «Иә, міне кесіндіп гәп», деп қостаған рай танылады. Кейін расында 4 жыл қатарына егін мол бітіп, береке-бірлік болады. Сол кезде Ақжанның сөзін есіне алған патша: «Келер 4 жыл аштық әкелер, сондықтан азықтарыңды осы бастап әзірлеп қойыңдар», деп елге жарлық береді. Сөйтіп апаттың алдына алған жұрт жоқшылықтың дін аман шығады. Бұған бек риза болған патша Ақжанды шақыртып, о бастығы әлде бір сандық алтынды сыйға тартады. Аяқ астынан мол байлыққа кенген Ақжан ең алдымен түсінде аян берген ақ киімді, ақ сақалды қарияны іштей алғысы айтып шүкіршілік жасайды. Бұл да бір Құдайдың маған көрсеткен жақсылығы шығар. Қолдарын осындай алтын күмістің жоқтығынан қанша адам қайыршылық күн кешіріп жүр. Ендеше мен де сол қолдарын жайып, көздерін темектерін парқырлаған қайырымдылық жасайын деп ойлайды. Осы шешімге берік тоқтаған Ақжан қайыршылар үшін арнайы үй салады. Оларды қамқорлыққа алады. Жатын орын бөліп, тегін тамақ ұйымдастырып, әрі бұл жақсылықтың патшадан алған алтынның арқасында жасалынып жатқанын да жасырмайды. Ақжанның осынау исі патша да құлағына жетеді. Ол жігітті сарайға шақырып: «Бәрін естіп жатырмын. Күні кеше бүкіл елді аштықтан аман сақтап қалсаң, енді жылағандардың көз жасын құрықтауға кіріспісің. Жұрттың патша деген пейіл де жақсартпысың. Бұл ісің әрине маған ұнайды», дейді. «Сенің бойыңнан 3 ерекше қасиетті: болашақты болжай алу, қарақан басынан гөрі елдің қамын көбірек ойлау, бұқара мен әміршінің арасына алтын көпір бола білу білгендерін көріп тұрмын. Ал бұл үшеуі патшаның бас уәзірі үшін ең қажетті қасиет. Сондықтан да мен сені өзіме бас уәзір етпекшімін. Сеніміңізге рахмет, алдияр. Бірақ біз әзірлікке тағайындалмас бұрын сізге қояр жалғыз шартым бар», дейді Ақжан нық-нық сөйлеп.
Айта бер, тыңдап тұрмын. Айтсам, сіздің елге іштен келу жау жоқ. Соңғы кездері мұнда береке-бірлік орнай бастады. Ол бар жерде әрқашанда мамыржай тіршілік болмақ. Тек ендігі бір қауіп сыртқы жауап. Сырт дұшпаннан сақтану үшін шаһардың қорғанысын артыған жөн. Бұған дәл ірдегі құмның да, дарияның да мүмкіндігін пайдалануға болар еді. Егер осы мақұл десеңіз, мен уәзірлікке қызметке әзірмін. Ақжан пікірін бір сәт ой елегіне өткізген патша. Бәрекелді, ішкі ынтымақ пен сыртқы қорғанысты қатар пайымдаған адамның жаман уәзір шықпаса керек. Ендеше болсын әлгі айтқандарың, деп бір жолы келісімін береді. Осылайша ақылының арқасында Ақжан байлыққа да білікке де қол жеткізіп, сол елге жағымды қызмет етіп, бақытты өмір сүрген екен.